Кешегі ұл қыз, кешегі бала бүгін. Толқиды қайта көріп дала гүлін. Өмір сыны есейткен ұрпақ енді, сағынышпен еске алар бала күнін. Мектеп ана, дәл бүгін мақтанып ал, ілікті өмір жолда баққа бұлар. Енді бүгін 20 жыл аясында 20 жылдық сағыныш ақтарылар. Соңғы қоңырау үнін соңғы рет естіп, туған ауылымыздан жан-жаққа ұшып кеткенімізге де 20 жылдың жүзі болыпты. 1999 жылы Қасым ауылының номер 19 орта мектебін аяқтаған едік. Енді міне 20 көктем зымырап өтіп, Алтын ұя мектебімізде сағынса кездесіп жатырмыз. Сол бір бақытты балғын күндерімізге бүгін қайта оралайықшы достар. Енді біз өзімізге 11 жыл білім нәрін құйған аял ұстаздарымызға және біздің аяғымыз болған 19 орта мектепке ескерткіш ретінде өзіміздің сыйлығымызды тапсырмақпыз. Бірінші, бізді бірінші класстан қарсы алып, сізге әліппе ұстатып, оң мен солымызды танысқан өзіміздің мұғаліміміз Жанар мұғалімға сыйлығымызды қабыл алдық. Екінші мұғаліміміз болып, екінші класқа сынып жетекшісі болған Алтынай мұғалімге. Соңғы классы. Одан кейін бізде 5 жыл сынып жетекшісі болған аял ұстазымыздың бірі Сәуле апайға. Ең қадірлі ұстазымыз, бізді үлкен өмірге қанат қағып отырған сынып жетекшіміз Майра апайға. Енді мектебімізге ескерткіш ретінде өзіміз басқан классымызға бір ғана сыйлығымыз бар, соны мектепке тапсырамыз. Мынау біз жыл бойғы өзіміздің сынып класс сағатымызды, қойған қойылымдарымыздың барлығын фотоға түскен болатынбыз. Сол фотолар жапсырылған альбомды мектеп мұражайына ескерткішке қалдырамыз. Бастауыш сыныптағы ең алғаш ұстаздарымыз Қазыбаева Жанар және Ешімжанова Алтынай болды. Әліппені оқытып, қолға қалам ұстатқан алғашқы мұғалімдеріміз бізге ерекше ыстық әрі қадірлі. Орта буында сынып жетекшілеріміз болған Боранбаева Сәуле апай мен Әбжанов Ертай мұғалімдеріміз оң солымызды танытып, өмірлік ұстанымымызды қалыптастыра білді. Бізді білім нәріме сусындатқан барлық пән мұғалімдеріне алғысымыз шексіз. Шынымен олар нағыз ұстаз еді. Ұстаз деген мәңгі үлгі балаға, сабақтағы әр сөздерін санада қадірлейміз, бас иеміз, сыйлаймыз, ұстаз деген ұлы тұлға данаға.
Біз оқыған жылдары мектепте Құдайберген Мақсұтұлы және Серік Ахметұлы басшылық етті. Оқу ісінің меңгерушісі Құсайынова Алтын да мектептің дамуына зор үлес қосты. Жалпы, сол кезеңде өте мықты мұғалімдер ұжымы жұмыс жасады. Сөзіне мығым, жауапкершілігі мол, дүниетанымы терең, білімді де білікті ұстаздарымызды біз әрқашан мақтан етеміз. Сіздерге мың қайтара алғыс айтамыз. Тоғызыншы сыныптан кейін 2 сынып қосылып, бір үйдің баласындай тату 10-шы сыныпқа айналдық. Сынып жетекшіміз Смаханова Майра апай бізге нағыз қамқоршы ұстаз бола білді. Ыстығымызға күйіп, суығымызға тоңды, әр бала үшін жанын берді. Соның арқасында біздің сынып өте ұйымшыл, шығармашыл болды. Барлық іс-шараға белсене қатысып, өзге сыныптардан оқ бойы озық тұрушы едік. Біздің ұлдар өте жақсы болатын, жұмсасаңыз қайда болсын баратын, сайыстарда алдарына жан салмай, көріністерде қыз да болып ойнайтын. Біздің қыздар әркез биік тұратын, мұғалімді екі айтқызбай ұғатын, ең ақылды, ең үлгілі, ең сұлу біздің қыздар болатын. Талай қызық күнді өткізген пайдасын бар. Біз сабаққа дайындықсыз бармаған, кітапханадан әдеби кітап алып жарыса оқыған, туған күнімізге бір-бірімізге кітап пен пластмасса гүл сыйлаған, юбиден шырын жасап, мұғалімдерден тығылып бешір жасаған, қоңырауда бала болып қыздары доп, резинка, ұлдары асық ойнаған, сабақтан кейін қалып орындық көтеріп еден жуған, мұғалімдерді ешқашан үйге жамандап бармаған, билетпен имтиханға дайындалған, қарттардың үйіне барып көмектескен, мектепке ешқашан боянып бармаған, қыздары шашын өріп, бантик таққан, шақ етіп жабылатын портфель ұстаған, дәптерлерді құрастырып общий дәптер жасаған, аналарға кестелеп гүл тігіп, домбыра тартып ән салған, ұялы телефонсыз өмір сүрген, ну погоди мен Карлсон көрген, балмұздақты тек ауданға барғанда жеген, қолындағысын досына теңдей бөліп берген, шынайы жылап, шынайы күлген, өскенде ұшқыш, мұғалім, дәрігер болам деген. 1 майда тауық алып тауға шыққан, алғашқы махаббатына шынайы хат жазып өлең шығарған, мектептің спорт залында Буланованың, Меладзенің, Нэнси тобының әндеріне Коко Чамбоға билеген, жаңа жылда қолдан ойыншық жасап, мектепті әрлеген,
сабақта тығылып түрлі түсті қаламмен альбом, анкета толтырған оқушылар едік. Біз 20 ғасырдың соңғы түлектеріміз. Анкета, альбом демекші, бірде Серік Ахметұлы менің анкетамды алып қойыпты. Содан мені шақырып, мынауың жақсы естелік екен, бірақ сабақ үстінде балалар жазбасын деп еді. Шынымен балалық аңғал көңілмен жазған осы тілектер, жазбалар ғажап естелік екен. Кәнекей, көз салайықшы достар. Өмір өз ағынымен жүреді. Тек өлімге біз қарсы тұра алмаймыз. Бірге оқыған сыныптастардың ішінен 5-еуі о дүниеге ерте кетті. Шыңғысова Жұлдыз, Амрин Айдын, Хасенов Данияр, Жакупова Шекер, Абилов Әміржан сынды асыл ұл қыздарымыз ортамыздан кетсе де, көңілімізден кетпейді. Біз олардың туған туыс, ата-аналарына Алладан сабыр мен иман және өмірдің тек жақсылығын тілейміз. Жоқсыңдар, ортамызда өтті жылдар. Сағынышпен достарың бүгін жылар, жұлдыздарың тым ерте сөнбегенде, жарқылдап жүрер едің сыныптастар. Бала едік, тай қолындай бірге өскен, көңілде жүзден жүйрік арман ескен, біреу ерте, біреуге кеш ажал шіркін, асыл күндер естелік кетпес естен. Пейіште болсын жандарың, ғазиз достар, құрдастарың, рухтарыңа тағзым еткен. Класста тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұнындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. 20 жылдық сағынышты аз уақытқа сыйдыру қиын. Сөз соңында айтарым, біз бәріміз өмірден өз орнын тапқан азаматшаларға айналдық. Осы достық көңіліміз суымай, арада жылдар өтсе де, бір-бірімізді ұмытпай, алтын иға мектебімізге, ұстаздарымызға келіп тұрамыз. Себебі біз 1982 жылғымыз, біз мықтымыз. Балалық балғын күндер қайтып келмесе де, осы естелік ескерткіш болып қалсын. Барлығына жақсылық пен бақыт тілеймін. Қадірлі бізге білім берген ұстаздар, сынып жетекшіміз Майра мұғалім, біз сіздерді ұмытпаймыз, тағы да сіздерге мың алғыс. Бүгінде Мақсат Зейнелұлы бастаған мектеп ұжымына тек сәттілік пен табыс тілейміз. Жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұнындай кесіп бірге оқыған,
Енді міне кездестік қайта мектепте